Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай әдемі болып шығатын булочки пісіретін боламыз. Арасында творожный өте дәмді болып шығады. Бірінші су құямыз. Сосын артынан қант салып, бөлме температурасында тұрған маргаринімізді салып, майымызды сап алып, артынан тұзды салдым. Сосын дрожжымызды саламыз. 2 жұмыртқа қасықтың көмегімен араластырамын. Ұнды салып қамыр жасайтын боламыз. Жұмсақ қамыр дайын болды. Енді оны 30 минутқа қамырымызды тұндырып қоямыз. Менде қамыр дайын болды. Қамырды осылай кесіп аламыз. Ұзынынан осылай жайдым. Осылай өріп аламыз да тез-тез үстіп думалақтап жасап алдым. Осылай етіп қамырдың басын осылай бір рет қыстырып өріп аламыз. Сосын думалақ қыламыз осылай. Сосын екінші түрін көрсетем. Екінші түрінде осылай қамырды жайып, творогты салып, бір жеріне саламыз. Сөйтіп қамырды үстіп басып шығамыз шетіне. Творог шығып кетпеу үшін. Сөйтіп қамырдың екі жерін қыстырып қоямыз. Дайын болып листке салдым. Енді біз жұмыртқаның сарысын әдемі болу үшін жағатын боламыз. Күнжіт шашып, қызып тұрған духовкаға салып алдым. Мінекей бізде уже пісіп шықты. Өте дәмді, керемет, жұмсақ болып шығады. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.